Қыздар, еттің қамырын әлі күнге дейін осылай құр суға тұз салып ашытып басып жүрсіз ба? Онда бүгіннен бастап мына әдісті қолданып көріңіз. Үйдегілеріңіз мақтап тұрып жейтін болады. Қыздар, бізге ол үшін қайнатылып жатқан етіміздің сорпасын сүзіп алып, сорпаңыз суығаннан кейін бір жұмыртқаны салып жіберіп, үстіне көз мөлшерімен ұнымызды салып, осындай жүмсақ қамыр илейміз. Қыздар, сорпаның міндетті түрде суы қажет, өйткені сіздер жұмыртқа салғаннан кейін жұмыртқаларыңыз пісіп іртік-іртік болып қалуы мүмкін, сондықтан соған мұқият болыңыздар. Бірақ қыздар, осы әдісті жасап көріңіздерші, нандарыңыз жып-жылтыр, әп-әдемі және де бір тәсілі жыртылмай әдемі иленетін болады. Наныңызды әрине тындырып, мешокка болмаса табаның астына салып 20 минут тындырып қойыңыз. Және де осындай жүмсақ қамыр шығады 20 минуттан кейін. Әрине өзіңіздің қалауыңызбен илей беріңіз, әрі қарай жаза беріңіз. Міне көріңізші қыздар, салған кезде жылтыр болып, әдемі болып піседі. Сіздің керегіңізге жарап жатса, әрине қуаныштымын.